күндердің күні Бағдат қаласында бір кісі кірекеш болып жұмыс істейді. Кішкентай қашыр деген яғни ат пенен есектің буданы. Сол қашырына мініп алып, кішкентай арба жегіп, адам тасиды, жүк тасиды екен. Сонда бір күні сол кісінің жанына бір адам келіп айтады: мені бір жерден бір жерге жеткізіп тастаңызшы. Бірақ мен айтқан жолмен жүріңіз, өйткені мен ол жерге көп барам, және жақын жолды білем дейді. Бұл кісі жарайды деп әлгі кісінің, жолаушының көрсеткенімен жүре береді. Қараса, адам баспайтын бір адам көзінен таса жерлерге кіріп бара жатыр. Ақыры біраз жерге келгеннен кейін қараса, адамның өліктерін, сынған сүйектер, сондай нәрселерге қарайды. Сол жерге келе берген кезде әлгі жолаушы айтады: ей кірекеш, тоқта, болды. Бұл кісі тоқтатады, түс аттан. Бұл кісі түседі. Сонда әлгі кісіге қараса, қолынан қанжары бар, жолаушының. Айтады: енді мен сені өлтіремін дейді. Сонда әлгі кірекеш айтады: тоқташы, қалтамдағы барлық дүниемді ал, мынау мінген көлігімді ал, арбамды ал, бәрін алып кетші десе, әлгі кісі айтады: мал ма? Мал дүние ма? Мал дүниені, ол менікі, ол мен сені сұрап тұрған жоқпын, ол менің қолымдағы нәрсе. Ал сенің өмірің болса, мен соны қиғым кеп тұр дейді. Мен соған қастандық жасағым кеп тұр дейді. Өлесің дейді. Бұл кісі бейшара қаша жөнеледі. Әлгі үстінен секіріп, мініп алып, құлатып, қанжарын енді көтерген кезінде бұл кісі айтады: тоқтай тұр. 2 бас намаз оқып алайыншы. 2 ракағат намаз оқиыншы. Соған рұқсат берші дейді. Жарайды, бірақ тездет деймін деп төбесіне зекіп тұрады. Әлгі кісі айтады: қорыққанымнан аузыма не аят келерін білмеймін дейді. Фатиха сүресін оқып болдым, дір етем, не айтарын білмей тұрмын дейді. Келген аят бірақ аят дейді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Амма юджибул муттарра иза да'a ва якшифус су'a ва ядж'алухум хулафa'ал арди. А илахум ма'аллах қалилам ма тадаккарун. Қиналған сәттегі адамға оның дұғасына жауап беріп, оған жәрдем беруші кім екен? Сіздерді жер бетіне ізбасар еткен, жаманшылықтың бәрін ашып тастайтын зат кім екен? Алланың жанында да басқа бір құдай бар ма? Сіздер әлбетте аз ғана Алланы еске түсірерсіздер деген аят. Бұл аятты оқи бердім, басқа аят келмеді дейді. Сонымен сәжде бітіріп 2 ракат намазымды бітірдім дейді. Намазымды енді бітіре берген кезде бір атты келді дейді. Қолында найзасы бар. Қайдан пайда болғанын білмеймін. Шауып келді да найзаменен бір түйреді. Қателескен жоқ. Әлгі залымның қақ жүрегінен бірақ дейді найза. Ол кісі бірден құлады. Әлгі атты найзасын суырып алып кете берді. Мен соңынан жалындым дейді. Ей бауырым, тоқташы, сен кімсің? Десем, арқасынан бір бұрылып, мен қиналған сәтте дұғаларды қабыл етушінің елшісі.